Сәлем достар, бүгін біз пирог жасайтын боламыз. Жаңа жылдарыңыз құтты болсын 2024. Қалғанын описаниеға қалдырып кететін боламын. Ең алдымен осы 4 жұмыртқаға қантты қосамыз, араластырып, жақсылап тұрып араластырамыз. Грамдарын астына жазып кететін боламын. Негізі 150-200 грамм жетеді. Жақсылап араластыру керек, өте жақсылап. Өте пенасы шыққандай араластыру керек. Ол үшін мен мынандай пеналар шығып, барлығы пенаға айналғанша жақсылап араластырамыз. Міне осындай болып шығатын болады. Араластырамыз. Одан соң біз келесі әрине жақсылап араластырып алғаннан кейін айран құямыз. Айран мен 1,5 кесе құйған болатынмын, пиала. Бұл жақсылап тұрып, бұны да араластыру керек. Әрдайым жақсылап араластырып отырған дұрыс. Осылай көпіршік болып шығады. Көпіршік болып шыққаннан соң біз оны тағы да өзінің ретіне келтіріп араластырып шығатын боламыз. Және сонымен қатар сода салдым. Бұл жерде мен 1,5 ас қасық сода салған болатынмын, өйткені көтерілуіне үлкен өзінің көмегін тигізетін болады. Келесі бізде жақсылап көпіршігеннен кейін бізде ақ майымызды салатын боламыз. Ақ майды мен 5 ас қасықты салып қойған болатын. Міне кесесінде қалған тұр. 5 ас қасық салғаннан кейін тағы да араластырамыз, жақсылап тұрып. Өйткені бұл барлығы өзі әсер етеді пирогтың қандай болып шығатынына. Келесі біз жақсылап араластырамыз, одан кейін ұнды саламыз. Ұнды бір-бірден салу керек, осылай електен өткізіп, бірден салып тастауға болмайды. Және сонымен қатар венчикпен айналдыра отырып жасағандарыңыз дұрыс. Сол арқылы сізде сәлде болсын объем, көлемі үлкейіп, өзінің барлығына факторларға әсер етеді. Ұнды қалай салатыныңызға дейін пирогтың қандай болып шығатынына әсер етеді. Жақсылап барлығын араластырамыз. Мен 200-300 граммдай қостым, яғни ол қоюлығына, барлығына қарай өздеріңіздің қалауларыңызға қоса аласыздар. Қалғаны толық. Міне осындай қоңыр болып шығады. Яғни қою өзінің бір әдемі түрі бар. Енді мен 300 градуста қойып шықтым 15 минутқа. Тез пісіп қалады. Жақсылап көріп шпажкамен тексеріп отырасыздар. Менде негізінен мен 2 шығарғым келді де, және 2 қылып істеп 2-ге құйған болатынмын. Көлемі де жақсы болып шықты, дәмі де жақсы. Міне осылай болып шығады. Егер қатты тәтті қалаған болсаңыздар, одан да көбірек қосуларыңыз керек, шекер.